Разақ деген зат бермеу болады. Сөйтіп малды аралап келіп, ана байғұс жаңа Смайылды бір көріп кетейінші. Ол жағдайы жоқ еді, не болды деген, не хабар жоқ деп жаңағы келіп қараса, балдардың бәрі жай жүр дейді. Смайыл жоқ дейді. Немене бөле? Бұл жаңағы анаяққа алып кетіп қалып, мен тауда қалып кеттім ба деп жаңағы балдардан сұраса, тамырларыңыз қойып алып жүр дейді. Мінеге Құданың құдіретімен 15-20 күнде больницадан бүтіндей күдерлілген адам осы жерде жаңағы жазылып қойып алып кетеді ғой. Міне содан кейін барып жаңағы не колхозда, ауылымызда немене Қуаныш деген бухгалтер болған. Ол екі бүйрегін ұстап осы қиналып жаңағыдай сөйтіп жүрген болған. Сөйтіп ол жаңағы анау айтады барып, сен анау өледі дегеніміз жаңа жазылып кетті ғой, сен де барсайшы ана бұлаққа дейді. Сөйтіп ол келіп су ішіп жаңағыдай оның жаңа бүйрегі жазылып кетеді. Содан кейін тағы жаңа Орынтай деген кісі, бірнеше адамдар сондай жаңа сол адамдар бүгінге дейін тірі. Міне Құданың құдіреті. Ана жаңағы ойбай өліп қалады деп жүргендердің бәрі қашан жаңағыдай о дүниеге кетіп қалды. Міне Құданың құдіреті. Міне осы судың кереметі сол. Болмаса бір таудың басындағы 1000 жылдан бері ағып жатқан су. Оны енді тарихтан неғып келген шығар. Қанбибі ана деген анаға мінерге адайлар келіп ескерткіш қойып кетті. Оны да көрсетіп қойайын. Мінеге. Сосын ата жалғастыра беріңіз. Ол 14-ші ғасырда осы жерде адам емдеген екен, жаңа Қанбибі анамыз. Менен сұрады, біздің осы Қанбибі анамызға осы бұлақтың атын беріңіз деді. Мен айттым, жоқ, мен бере алмаймын. Өйткені бұны бүткіл Қазақстан халқы қойып отыр. Мен өзімнің анамдың атын қойған жоқпын. Ана бұлақ деп халықтың, бүткіл қазақ халқының анасы болып тұр деп, онда біз ескерткіш деп анамызға қояйық деп, мына екі ескерткішті қойып кетті олар.